Қарасай жұртшылығының біразы Биаштранс компаниясымен жақсы таныс деген ойдамыз. Себебі коммуналдық қызмет көрсететін аталған мекеменің жұмысына қатысты осы уақытқа дейін айтылып жатқан сын да, арыз шағымдар да жоқ дей алмаймыз. Міне енді бұл компанияның ауызсу және электр энергиясын беру қызметтері түгелдей мемлекеттің меншігіне өтуде. Қазіргі уақытта Биаштранс мекемесінің бұрынғы тұтынушыларына осы бағыттағы жұмыстар егжей-тегжейлі түсіндірілуде. Оның анық-қанығын біз де білуге тырыстық. Негізінде 2024 жылдан бастап осы Биаштранс мекемесі өзінің жүктелген міндеттемелерін енді сапасыз деп айтайық, сапасы орындалмауына және дебиторлық берешек пайда болуына байланысты аудандағы әкімдік тарапынан тексеру жүргізу ұсынылды. Прокуратура органдарының тексеру нәтижесінде сотқа арыз шағым берілді. 2017 жылы келісімшарт бойынша приватизацияланған, жекешеленген коммуналдық меншіктердің барлығын осы келісімшартты жарамсыз деп тану деп сотқа жүгінген болатын. Қазіргі уақытта соттың шешімі бірінші, екінші соттық инстанциядан өтіп, кассациялық соттан да өтіп, өзгеріссіз қалып, 2017 жылы қойылған келісімшарт жарамсыз деп танылды. Сол себепті де қазіргі уақытта Биаштранс мекемесіне тиесілі коммуналдық меншіктердегі орналасқан трансформатор, қосалқы подстанциялар, су ұңғымалары және осы электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау желілерінің барлығы толықтай мемлекеттік теңгеріміне өткізілуде. Сумен байланысты су ұңғымалары және су жүйесі бізде өзіміздің таусамалы қызмет коммуналдық мемлекеттік мекемесінің теңгеріміне өткізілуде. Ал электрмен жабдықтау бойынша ол бізде Алатау жарық компаниясына сенімгерлік басқаруға өткізілуде. Халыққа, әр адамға, әр тұтынушыға жеке-жеке есепшот ашылып, осындай жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда Биаштранс мекемесінен бізге 47 ауыл балансымызға өту керек. Қазіргі таңда сол ауылдардың 32-сін қабылдап алдық. Су мұнаралары мен су қорғау объектілерін. Қазіргі таңда 40 ауылы Райымбек ауылдық округіндегі Райымбек ауылы, Іргелі ауылдық округінде Іргелі, Көксай, Айтей ауылдық округінде Айтей, Еңбекші, Құмарал, Сауыншы, Үштерек. Одан кейін Алмалыбақ ауылдық округінде Алмалыбақ пен Жалпақсайды қабылдап алдық қазіргі таңда. Халыққа су қалыпты жағдайда беріліп жатыр. Дегенмен әлі бізде Шамалған ауылдық округінде, Елтай ауылдық округінде қабылданбаған нысандар бар. Бүгінгі таңда жұмыстар жүргізіліп, атқарылып жатыр. Барлық абоненттерді қабылдап болғаннан кейін өзіміздің әлеуметтік желі бар, ГКП таусамалы қызмет деген. Сол жерге керекті мағлұматтарды шығарамыз. Абоненттерге айтатыным, егер түсініксіз бір сұрақтар болса, Қаскелең қалалық әкімдігінің 2-ші қабатында сол жерге келіп, абоненттік бөлімге келіп, арыз шағымын айтып, ұсыныстарын айтып, бізге түсініксіз сұрақтар болса, соны түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Биаштранс компаниясы біздің мемлекеттік мекеме сияқты, коммуналдық мемлекеттік мекеме сияқты, ИВЦ Юртадом деген немен жұмыс істейді, жаңағы төлем желісімен. Сол төлем желісінде Биаштранспен хат алмасып, қазір бізге өткізіліп жатқан ауылдарға олар өз тарапынан хат жібереді. Сол лицевой жеке шоттары қалады тұрғындардың. Сол жерге таусамалы қызметтің базасынан өткізіп береді Биаштранс. Жекешеленіп кеткен нысандардың мемлекеттің балансына қабылдау жұмыстары осы айдың соңына дейін жалғасады. Осы айдың соңында нақты барлық абоненттер, барлық нысандар өтіп, жұмыс аяқталады. Биаштранс компаниясына тиесілі коммуналдық қызметтердің барлығы акционерлік қоғам Алатау жарық компаниясына өткізілді. Ол жаңағы мемлекеттің меншігіне қайтарылуына байланысты жүргізілді ол жұмыстар. Сол жұмыстарға байланысты әкімшілік тарапынан тұрғындарға хабарландырулар жіберіліп жатыр. Ол хабарландырудың мақсаты әр тұрғындар келіп жеке дербес шот ашу керек, құжаттарын тапсырып. Бұл жұмыстар аяқталғаннан кейін Алатау жарық компаниясының қызметін толық қолдана алады халық. Және сонымен қоса бұл жұмыстар шілде айына дейін жоспарланған. Сол уақытқа дейін бітуі тиіс. Сол себептен таратылып жатыр хабарландырулар.